Мгм. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Әбеу Нұргелді, Әл-Фараби атындағы мамандандырылған лицей химия пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздермен онлайн кездесіп отырмыз. Кездесуіміздің басты себебі мынау бүгінгі тақырып бойынша, химия пәні бойынша пиза тапсырмаларын дайындаудағы жасанды интеллектте жұмыс жасаудың алгоритмі деген. Бүгін енді осы тақырып төңірегінде бір кішкене аз мұнша уақыт сіздермен біраз опытпен бөлісетін боламыз. Жалпы қазір пиза тапсырмаларымен жұмыс жасау, пиза тапсырмаларын дайындау, оларды шешу және оларды білім алушыларға үйрету, бұл өте бір маңызды процеске айналды. Енді бүгінгі осы қысқа ғана бір уақыттағы онлайн семинарымызда біз мынандай екі түрлі нәрсені айтамыз. Біріншісі, жалпы ChatGPT туралы. ChatGPT-ді біз қаншалықты дұрыс пайдаланып жүрміз. Екіншісі, ChatGPT-де осы пиза тапсырмаларын дайындау үшін қалай дұрыс сұрақ қойсақ болады. ChatGPT-ден біз нені ала аламыз сол жерден. Сол екі түрлі мәселе бойынша сіздермен опыт бөлісетін боламыз. Мен экран көрініп тұр ғой да сіздерге? Иә, көрініп тұр. Аха, жақсы. Онда көрініп тұрса, ары қарай мына ChatGPT бойынша кішкене тоқталып жүрейік, құрметті әріптестер. ChatGPT жақсы білесіздер. Бұны қазір енді барлықтарымыз қолданып, регистрация жасап, осы жерден өзімізге керекті сұрақтарымызды қойып, одан жауаптарымызды алып жүрміз да. Енді осы ChatGPT-ді қаншалықты дұрыс қолданып жүрміз деген сұрақ туындайды. Жалпы қазір біздің қолданып жүрген мүмкіндігіміз ChatGPT-дің бір 5-ақ пайызына жетпейтін мүмкіндіктерді қолданып жүр екенбіз. Енді ары қарай бізде онда осы ChatGPT-ге қалай өзгеріс жасаймыз, қалай дұрыс қолданудың алғашқы қадамын жасаймыз, сол бойынша кішкене айтып жіберейін сіздерге. Енді мына жерде ChatGPT-дің нелері болады, оны жақсы білесіздер. Мына 01 мини дейді, 01 дейді, ChatGPT 4o дейді. Енді менің қолданылатын осы ChatGPT 4o бұл ақылы версиясы, бірақ енді сіздер әзір оның ақысыз версиясын қолдана берсеңіздер де болады. Бірақ одан да көп күнделікті бір 10-20 сұрақтан немесе одан да көп сұрақ қойғыларыңыз келсе, негізі ақылы нұсқасын пайдаланған тиімдірек болады. Бірақ оның ақысыз нұсқасы да бізге бірмұнша жауаптарды береді, оны ескересіздер. Енді мына жерге қарасаңыздар, жалпы ChatGPT 4o мына жағында бір тізім болады. Тізімнің мына жеріне кіретін болсаңызда ChatGPT зерттеу деп, мына жерде көптеген ChatGPT-дің құралдары бар. Image Generator дейді, Canva дейді, Scholar GPT дейді, әртүрлі салада. Мысалы, жазу бойынша мына жерде тұр, немесе өнімділік бойынша, зерттеу және талдау бойынша, бұлар көбінесе мына консенсус дегендер, бұлар PhD және докторантурада оқитын студенттер үшін өте керекті дүниелер. Мына SciSpace бар, Scholar бар мына жерде, Summarize деген бар, осылардың барлығы. Сосын білім беру үшін қолданылатын ChatGPT-лер, мына енді осы жерде түрлері өте көп, бағдарламалары бойынша деген секілді. Енді тура осындай GPT етіп өзіміздің де GPT-мізді жасап алуға болады екен. Мәселен, мына қараңыздаршы, мен әдістемелік көмекші деп өзім бір осындай бір GPT-дің бір несін жасап алдым. Қараңыздар, менің көмекшім келесі бағыттарда қолдау көрсетеді: сабақ жоспарларын әзірлеу, әдістемелік құралдар жасау, оқыту әдістемесін жетілдіру, мұғалімдердің кәсіби даму және оқушыларды дамыту дейді. Мен 300-ақ символ сияқты, сондықтан осы кішкене қысқарттым. Яғни осы жердегі әдістемелік көмекші тек осы жерде мен берген сипаттамалар бойынша жұмыс жасайды, жан-жаққа лағып кетпейді деген сөз. Әдетте сіздер ChatGPT-ге сұрақ қойғанда қарасаңыздар, кейде бір сұрақтарды қоясыздар, бірақ басқа нәрсені айтады. Химиядан қойып жатсаңыздар, биологияны айтып кетуі мүмкін, физиканы айтып кетуі мүмкін деген секілді. Сондықтан ChatGPT-де не істеу керек? Өзіміздің жұмыс ыңғайымызға қарай реттеп алуға болады екен, әріптестер. Енді оны реттеу үшін не жасаймыз деген сұрақ. Қалай жасаймыз оны реттеу үшін деген. Енді мына жақтағы ChatGPT-ге сіздер өзі Google аккаунтпен тіркелесіздер. Енді оны айтпай қойын, оны осыған дейін біраз естіп, енді тіркеліп алған боларсыздар. Мына жерде менің GPT-лерім деген бар. Мына жерде Google аккаунт бойынша кірсеңіздер, мына жерде менің GPT-лерім деген бар. Соны бассаңыздар, мына жақта мынандай тізім шығады.
Мысалы мен әдістемелік көмекші деген мен GPT мына жерде тұр. Енді мен және де басқа бір көмекші жасауға тура келсе, мен чат GPT жасау деп айтам. Мына жерге атын берем. Мысалы, не деп атам? Мысалы, химия көмекшісі деп қояйын. Химия көмекшісі. Енді сипаттама. Енді бұл жерге қандай сипаттама жазамыз, қандай нұсқаулықтар жазамыз. Ал осы сіздің жасаған GPT-іңіздің дұрыс жұмыс жасау үшін осы сипаттамасы мен нұсқаулықтар өте маңызды болады сізге. Ал сипаттамалар мен нұсқаулықтарды қалай жасауға болады? Оны осы чат GPT-дің өзін қолданыңыз. Яғни сіз чат GPT-ге дұрыс сұрақ қойсаңыз, ол сізге осы нұсқаулықтар жасап береді. Мысалы, мен әдістемелік көмекші бойынша мынандай мен әдістемелік көмекшіде жасаған сұрақтарымды сіздерге көрсете салайын енді. Мен мысалы химия пәні мұғалімімін, сонымен бірге әріптестеріме осындай әдістемелік жақтан көмек беремін. Осындай енді OpenAI аккаунтынан әдістемелік көмекші GPT жасап жатыр едім, соған дұрыстап сипаттама жазып бересің ба десем, маған жаңағы мына жердегі мынау сипаттама деп тұр ғой, осы сипаттамаға маған былай деп сипаттама жазып берді. Қараңыздар, сабақ жоспарын әзірлеу, әдістемелік құралдар жасау. Мен оны мына жерде барлық символдар сыймайды, ол жерге 300 ақ символ сыяды, сондықтан мен мынаны 1 2 3 4 5 дегенін ғана алдым, қалғандарын алғам жоқ. Қарасаңыздар осылай. Енді өздеріңіздің жұмыс бағыттарыңызға байланысты сұрақ қойсаңыздар, тура осылай әдемілеп, жақсылап отырып сипаттама жазып береді. Енді екіншісін қараңыздар. Сіздің құрған GPT-іңіздің дұрыс жұмыс жасау үшін мына жерге ең маңызды нұсқаулар деген дүние болады. Нұсқаулық деген сөз бұл чат GPT-ге сіздің беретін бағытыңыз, былайша айтқан кезде. Яғни бұл жерде нұсқаулық. Оны қалай жазамыз? Оны ары қарай мен осы бойынша қандай нұсқаулықтар дайындап бере аласың деп жазды мына жерге чат GPT-дің өзіне. Сосын міне жалпы қолданыс бойынша, сабақ жоспарын әзірлеу бойынша, әдістемелік құралдар құрастыру бойынша әдемілеп отырып нұсқаулықтар жасап берді мына жерде. Мұғалімдердің кәсіби дамуы, тренингтер мен семинар тақырыбын беріңіз, мысалы осындай деген секілді сондай сұрақтар қоясыздар, өздеріңіз жасайсыздар. Кері байланыс бойынша жалпы ұсыныстар, осыны көшіріп аласыздар дағы, мына жерге қоясыздар, мысалы нұсқаулық. Сосын не дейді, әңгімені бастайтын пәрмендер дейді. Мысалы, сәлем деген секілді сондай қоясыз, басқа еш нәрсені өзгертпей ақ әрекет жасау деп жасасаңыз, сіздің уже GPT көмекшіңіз дайын тұрады. Міне бұл ChatGPT-ді қолданудағы ең алғашқы біздің негізгі алгоритміміз осы болу керек екен, әріптестер. Яғни ChatGPT-ді асасап, не ChatGPT деп алып, өзіміздің ойымызға сұрақты қоя салсақ, бұл жан-жаққа қайтып мүмкін, ауытқып кетуі мүмкін. Ауытқымас үшін біз ChatGPT-ді өзімізге солай деп реттеп алсақ, онда жұмыс өнімділігіміз кішкене артады екен. Енді мына жерде мынау GPT аккаунтыңызды бастаңыздар, параметрлер деген бөлім бар. Параметрлер бөлімінде қарасаңыздар, мына жерде көптеген дүниелер бар. Мына ішілердің бәрімен негізінен жақсылап отырып танысып шығу керек. Сосын және де бір бөлім бар, қазір көрсете салайын. ChatGPT-де реттеу деген бар, қарасаңыздар. Қазақша аударсаңыздар, реттеу деген бар. Реттеуге қарасаңыздар, мен негізгі чат GPT-имді өзімнің докторлық диссертациям бойынша жазғам. Мына жерге ағылшынша осындай сипаты, мысалы, чат GPT қандай қасиеттерге ие болу керек. Мысалы, мен жұмыс жасайтын чат GPT. Мынаны промпт дейді ағылшын тілінде. Промпт, былайша айтқанда, нұсқаулық. Сосын мына жерге қарасаңыздар, чат GPT-ді өзіңіз туралы басқа не нәрсе айтқыңыз келеді. Мысалы, мен осындай Әл-Фараби университетіндемін, менің зерттеу тақырыбым осы болады, сен маған мысалы осындай мәліметтер тауып бер, нақты болсын деген секілді сондай өз талаптарыңызды қоясыздар да, осылай сақтап қоясыз. Бұл да осы чат GPT-ді реттеуге жақсы, өзіңіздің қалаған сұрағыңызға қалаған жауабыңызды алу үшін ең алдымен жасалынатын дүниелер. Яғни менің чат GPT-леріммен өзіңіздің GPT-іңіздің үлгісін жасап аласыз. Чат GPT-де реттеуге, осы реттеуге байланысты промпттар жазып бер деп интернеттен іздесеңіз, ол жерде дайын промпттар болуы мүмкін. Сол промпттарды алып өзіңізге кішкене келтіріп қойып алсаңыз, онда сіздің чат GPT-іңіз онда жұмыс жасауға дайын деген сөз. Ең алдымен енді бүгін осы чат GPT және пиза ғой. Пиза тапсырмаларын осы чат GPT-дің көмегімен қалай дайындаймыз, бізге қандай көмектесе алады деген дүниелерді айтып жатырмыз. Соның біріншісі енді мына чат GPT-ді реттеуден басталған болатын. Осы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Чат GPT-ді реттеу бойынша. Менің айтқаным сіздерге түсінікті болды ма? Иә, түсінікті болды, сұрақ жоқ.
Енді жалпы бұл өте маңызды, құрметті әріптестер. Мен не үшін бұдан бастап жатырмын? Енді пайдаланып жүрген, ChatGPT істеп жүрген әріптестер жақсы біледі. Кейде өте әдемі жауап беріп келе жатырды да бір жаққа қуып кетеді. Сосын біздің интересіміз кетеді. Ой, мынау GPT дегенмен ары қарай бұ да қуып кетеді екен ғой деген нәрсемен де. Сондықтан әр нәрсенің өзінің жігіне, өзінің ретімен, өзінің тәртібімен жұмыс жасатқызатын болсақ, онда бұл керемет жұмыс болар еді деген ойдамын. И осылай өздеріңіздің GPT-ларыңызды құрып алыңыздар. Мысалы, әдістемелік көмекші менің GPT-м. Енді осыған жазсам, мен мына жерде жазғаным бойынша ауытқымай, нақты сұрақтарға нақты жауап беретін болады деген сөз. Енді ChatGPT мен пизаны қалай байланыстырамыз? Енді соған келейік. Ең алдымен, ең алдымен, мынау ChatGPT мен дұрыс жұмыс жасаудың ең жақсы несі дұрыс сұрақ қоя білу деген дүниеде да. Мәселен, мен енді осы ChatGPT-дің көмегімен пиза тапсырмаларын дайындағым келді, немесе қандай да бір өзім білмейтін пиза тапсырмаларының жауаптарын алғым келді да, и ол сол пизаның стандарттары бойынша сол жауаптарын қалай ала аламын деген секілді. Ол үшін мына пиза деген Program for International Student Assessment, негізгі мағынасы осы мыналардың ең алғашқы әріппен арасаған ғой, пиза деп, толық мәлімет керек. Енді сіздерге анау PDF түрінде немесе басқа PPT слайд түрінде осы пиза туралы мәліметтерді мектеп әкімшілігі немесе басқалар берсе, біз мүмкін көреміз, мүмкін көрмейміз, көріп жатып оны жалып та кетуіміз мүмкін. Сондықтан өзіңіздің ChatGPT-іңізді ашыңыз да осылай сұрақ қойсаңыз, сізге қысқа нұсқа жалпы пиза деген не? Оның мақсаты, тарихы, бағалау салалары, зерттеу әдістері, қатысушы елдер дейді, маңызы дейді, Қазақстан қатысу, қазақ көрдіңіздер ме? Мен мынаған қазақша сұрақ қойып, мына жерде маған қазақша жауап беріп тұр ғой. Сондықтан маған енді мен Қазақстан екенімді біле отырып, маған осы Қазақстан туралы да айтып жатырмыз. 2009 жылдан бастап қатысып келе жатыр. Ол 2000 жылы басталған еді, оның мақсаты мынау еді деген секілді солардың бәрін айтты. Енді ары қарай нақты жауаптар алу үшін бұл жерге дұрыс сұрақ қою өте маңызды. Мысалы, пиза тапсырмалары қалай құрастырылады, құрастыру кезінде нелерге көңіл бөледі, тапсырмаларды кез келген мұғалім құрастыра ала ма, пизаға сай келетін тапсырмаға құрастыру үшін мұғалім нені басшылыққа алу керек, неге көңіл бөлу керек, болмаса пиза тапсырмасын қолдануға болатын дерек көздері бар ма деген секілді. Көрдіңіздер ме? Осындай нақты сұрақты жан жақтылы, ана жазудан ерінбей, әйтеу ойымыздағыны дұрыс жеткізіп, дұрыстап жеткізе алатын болсақ, онда мынаның жауаптарына қараңыз. Мысалы, пиза тапсырмалар қалай құрастырылады, құрастыру қағидаттары, критерийлері және процесс туралы қысқа да нұсқа етіп маған кәдімгі қарапайым тілмен түсіндіріп берді мына жерде. Сосын мұғалімдер құрастыра ала ма? Иә, бірақ бұл мұғалімдер пиза қағидаттары мен форматын түсіну маңызды. Пизаға сай тапсырма құрастыру үшін арнайы әдістемелік дайындық керек. Біз енді айтамыз ғой, енді әдістемелік дайындықтан өтпей бізге пиза тапсырмаларын өзіміз жеке құрастыру бұл өте қиын нәрсе. Сондықтан бұны арнайы оқудан өту керек дейді. Пизаға сай келетін тапсырманы құрастыру кезінде мұғалімдерге ұсыныстар, оқу сауаттылығы критерийлері, мазмұн, сосын деңгейлерді ескеру дейді. Мынау мұғалімдер осы нәрселерді құрастыру кезінде нақты қарастыру керек екен. Сосын химия, мысалы ретінде химия пәніне арналған тапсырмалар, идеялар, мысалы экологиялық контент, тұрмыстық химия, жаһандық контент дейді, осылар бар екен. Сосын арға мен жаңа сұрақ қойғанмын, қолдануға болатын дерек көздер. Ең бірінші дерек көз әрине ол пизаның ресми сайты. Мынау OSET.org деген пизаның ресми сайты бар. Осы сайтқа кіретін болсаңыздар, пизаның 2000 жылдардан бері қарайғы барлық материалдарын, тапсырма үлгілерін осы сайттың ішінен ала аласыздар деген сөз. Енді біздегі ұлттық орталықтар бар, зерттеу орталықтарының материалдары бар, халықаралық веб сайттары дейді. Осындай веб сайттары. Енді қай жерден пизаға қатысты мәліметтерді, нақты мәліметтерді ала алуға болады, осыларды бізге ұсынып отыр екен осы жерде. Сосын оттегі мен сутегі бойынша жоғарыдағы пиза сұрақтарына ұқсас етіп 8 сынып оқушыларына арналған тапсырма құрастырып бер деді маған. Мысалы, экологиялық контекст, мәтін берді, тапсырма берді. Сосын тұрмыстық химияға арналған жаһандық контент дейді, осыларға байланысты сұрақтар берді да. Сосын осы тапсырмалардың жауабы керек деп мен тоже қойдым, бірінен кейін бірінен. Белгілі бір алгоритммен ақырындап келе жатырмын ғой. Алдымен пиза туралы сұрадым, пизаның қандай маңызды екендігін сұрадым, ол туралы жауап берді, нақты мәліметтерді айтты. Енді мына жердегі бүткіл диалог пиза туралы болғандықтан, сіздің қойған сұрағыңызда тура содан ауытқымайды, сол пиза бойынша болады деген сөз. Соған байланысты
Осы тақта жауап керек, әдемілеп отырып жауаптардың бәрін жазып берді. Кейде пиза сұрақтарының жауаптары шынымен де күрделі, бірақ тереңірек ойлауды қажет етеді. Сол кезде осы дүние бізге жақсы көмектеседі екен. Ауа және оның құрам бойынша 7 сынып оқушыларына. Енді біз әр сабаққа қалай пиза тапсырмаларын кіргіземіз деген сұрақ қой енді. Сосын сіз енді сабаққа дайындаламыз. Сабаққа дайындалған кезде сол сабақтың мазмұнында нелері бар. Соған байланысты қандай пиза тапсырмаларын құрастырып бере алады бізге. Енді кереметтей нақты пизаның форматына құрастырмаса да соған жуықтап құрастырады. Бұның өзі оқушылардың анау функционалдық сауаттылығын арттыруға жақсылап отырып көмектеседі деген сөз. Мысалы, 7 сыныпқа әдемілеп отырып құрастырып берді. Ауаның негізгі құрамын ескере отырып оттегінің үлесі неге маңызды деген секілді. Енді 7 сыныптың оқушылардың жас несіне қарай өте жақсы сұрақ деп ойлаймын. Сосын тұрмыстық химия бойынша болған жабық бөлмеде оттегі деңгейін сақтау үшін не істеу керек деген секілді. Осындайға азайғанда бұл адам денсаулығына қалай әсер етеді? Енді мынаның бәрі қарасаңыздар функционал сауаттылыққа арналған сұрақтар да, 7 сынып оқушыларына арналған. Сосын жаһандық контенттер бойынша екен. Осы тапсырманың мүмкін болатын жауаптары деп едім, жауаптарын да әдемілеп отырып шығарып берді деген сөз. Енді бұл нені көрсетеді, құрметті әріптестер? Біз өзіміздің жұмысымызды жеңілдетсек, осындай дүниелерді пайдалана отырып, чат GPT-дің бар мүмкіндігін пайдалана отырып. Енді біз ойланбаймыз ба деген сұрақ туындайды ары қарай. Сонда біздің неміз қайда кетті деген, енді көптеген енді плюс минустары бар ғой. Бірақ енді әркім өз қажетіне қарай, өз қажеттілігіне сай бұны пайдаланып қолданылады деген сөз. Сол нәрсе. Сосын қазір мен сіздерге бір не көрсетіп жіберейін, иә. Бір минут күте тұрыңыздар. Мысалы, мен өзім жалпы пиза бойынша не жасап жатырмын, және бір енді немен бөлісіп жіберейік. Мен экран көрініп тұр ғой да, әріптестер? Иә, 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 иә. Қазір бір минут, қазір мен соткамды сіздерге қосып алайын мына жаққа. Скрин. Так, мен телефоным көрінді ма? иә, көрінді. Аха. Көрдім. Менде химия бойынша мен өзім приложение жасам, химия тест деген приложение, көріп отырған шығарсыздар да. Химия тест деген приложениеден, мысалы, биорганика, органика, УБТ, ОЗП, сосын ең соңына қарасаңыздар, пиза тапсырмалары деп кіргізіп қойдым да. Пиза тапсырмаларын басатын болса бұл жерден, мысалы, пиза тапсырмалары мына химияға байланысты, химияның жалпы пизаның, мысалы, қалай айтсам, тапсырмаларын осы үлкен 7 топқа бөліп жасап берді маған. Мысалы, заттың құрылысы және қасиеттері, химиялық реакциялар, материалдар, олардың қолданылуы, қоршаған орта және химия, энергия және химия, денсаулық және химия дейді, жаһандық мәселелер және химия дейді. Негізі пизаның келетін сұрақтары осы 7 негізгі, мен оны әрине чат GPT-дің көмегімен алдым, осы 7 негізгі контекст көлемінде болады деп айтты да. И сол бойынша бір минут. Сол бойынша мен біраз материалдар дайындадым да, енді оқушыларға керекті деп. Сосын осыған салып қойдым. Бұда оқушыларда доступ бар, мен оқушыларымда. И осы арқылы оқушылар ары қарай өздерінің жұмысын жалғастыра береді. Жаңа ашып жіберейін, иә. Неге кетсе сөйтеді екен. Так, мысалы мен мысалы материалдар және олардың негізі бойынша бірінші металдар мен бейметалдар, олардың қасиеттері мен қолданылуы. Мына жерде бірінші тапсырма металдардың өткізгіштігі, мәтін, сұрақ, тапсырма, сосын сұрақ, сосын осындай дүниелердің бәрін кіргізіп, осы приложениенің ішіне салып қойдым. Әрқайсысына 10 сұрақтан. Бұл енді төмен деңгейлі сұрақтар алғашқы негізінде. Қазір енді осының мынау Б және С деңгейлері бар ғой, А, Б, С деңгейі бойынша. Енді Б, С деңгейлері бойынша сұрақтарды құрастырып жатырмыз. Одан кейін осы жерге саламыз. Сол арқылы бізде оқушылардың мүмкіндіктерін пайдаланып тұр. Мен бәрінің қолында сотка жүреді, сондықтан хотя бы осы соткаларын пайдаланып, осының ішіндегі сұрақтарға жауап берсін. Мысалы, мынандай сурет сұрақтары бар, кестеге арналған сұрақтар бар, жаңағы пиза форматындағы, енді соған кішкене келетін сұрақтарды құрастырдық. Енді бұл сұрақтардың бәрі сол чат GPT-мен құрастырылды. Дұрыс сұрақ қою, дұрыс іздеу, дұрыс сұрау сіздерге дұрыс мәліметті бере алады ол жерде. Ең маңызды нәрсе сол, әріптестер. Әзірше енді мен жасап жатқан жұмыстарым пока пиза бойынша осы дүниелер. Сұрақтарыңыз болса, әріптестер?
Жаңа пиза тапсырмаларын сайттың қандай неге жүктедіңіз? Қандай сайттың атын айтып жібересіздер ме? Жаңегі ма? Қазір көрсетіп жіберейін, Иә, иә. иә. Жоқ, пиза туралы мәлімет осының ішінде болған ба? Мен қазір оны көшіріп, неге салып жіберейін, иә? Чатқа Мына салайын. сақтала ма ағай, сабағыңыз сақталып жатыр ма? Иә, иә, иә. Телеграмға кіреміз ба? Иә, запись салып жатырмын. Запись ана түсіп болғаннан кейін неге YouTube арнаға салады. Мына сайт osset.work pizza деген. Сіздің пиза тапсырмаларыңызды осы жерден ала аламыз ба? Осы жерден соның бұрынғы өтілген пиза тасымаларының үлгілерін ала аласыздар осы жерден. Аха. Сосын мынандай бір сайт бар. Бұл қазақша, және Осет пиза қазақша, енді қазақстаныңызге. Енді мына жерде қарасаңыздар, өте мысалдар деген жер бар да, енді осы жердің. Қазір осында несін сіздерге жіберем. Қарасаңыздар, мына пизаға байланысты, мысалы, жыл жай әсері, ыстық, мысалы, жыл жай әсерін басып қарасаңыздар, тура пизаның форматындағы сұрақтар тұр да мына жерде. Мынаны да ақырындап алып пайдаланып көрсеңіздер болады сол жерде. Міне. Осының да ссылкасын жібере аласыз. Я осының да несін сіздерге жіберейін, қазір мына несін. Ол қазақша несі, иә? Иә, қазақша несі, осы жерден де алып пайдалана берсеңіздер болады. Қазір Жаңа бәсе біріншісі жібергеніңіз ағылшынша екен. иә, ол ағылшынша. Кешіріңіз. Иә, ол жер Сіз бағанан бері кешірім өтінемін. Сіз бағанан бері қосып отырмыз ғой GPT-дің. Соның сізде электронный варианты бар ма? Бізге үлгі ретінде көрсетіп отырғаныңыз. Қайсының? Именно. Бағанан бері ашық тұрған окно бар ғой, который GPT-дің окносы тұрды ғой. Иә, осының сізде электронный варианты бар ма? Мына жерде мәліметтердің Или андай бағана слайдында көрсетіп жатқан. Жіберіп қойсаңыз. мен бірден осы ChatGPT-ден көрсетіп отырмын. Бұны электронды вариантын жасағам жоқ. Енді мына жерде мен бөлісу басып көремін, жерде мүмкін екен ғой, бөлісу болады екен ғой. Сілтеме жасадым, көшіріп алдым. Мен сіздерге жібере салам қазір. Өшіп кетпей ме екен? Қазақшасын жібересіз ба? Ау? Жіберіп қойдым. Жақсы, рахмет. Мына келесі ChatGPT.com деп жібердім ғой, соны ашып көріңіздерші, мүмкін жаңағы GPT-дің ішінде мәліметтер ашылу керек. Қазір. Телеграм каналыңыз, Телеграм каналыңыздың аты қандай? Мен Телеграм каналы жоқ, оған мынаған арналған. Ол Телеграм емес. Ссылкасын қайда жіберіп жатсыз деген. Ол приложение ғой. Ссылка ашылып тұр. Ашылып тұр ма? Ішінде мәліметтер көре бағанадан берге. Иә. Ағай, сосын сіз бағдарлама жасадым дедіңіз ғой? Соның Ағай, орыс тілінде бар ма? Или тек Жоқ, қазақша? қазақша. Рахмет. Сіз жасаған тестқа қалай тіркелеміз, мен жүктедім телефоннан, бірақ ешқандай ашылмай тұр да. Соны Play Market пен неде бар, App Store'да бар, химия тест деп жасаңыздар. Сол жерге кәдімгі өздеріңіздің пошталарыңызбен тіркелесіздер, болды. Жоқ, сол скачать етіп алдым да, ешқандай тіркелінбей жатыр, ашылмайды. Онда интернет проблема болуы мүмкін, негізі ол ашылады ол жерде. Ол істеп тұр. Жақында ғана, кеше таңертең ғана тексерген оны. Ағай, мына жіберіп жатқан Ссылканы қайда жібердіңіз, ағай? Нені? Ссылканы қайда жібердіңіз? Чатқа салдым. Осы жердің чатында тұр. Иә. Осы Zoom-ның чатына салдым. Мына жерде не бар екен, және бір көріп жүрейін, және сіздерге беруге болатын, және пиза материалды для школы дейді. Мынау Қазақстанның жалпы талдау деген сайт, бұның ішіндегі материалдармен де танысып көрсеңіздер болады, айтпақшы. Бұнда жібере салайын сіздерге. И барлық жаңағы сайттар түгелмен осының ішінде алып пайдалана берсеңіздер болады. Сосын бұл жерде отырған түгел химиктер ғой да бізде. Иә. Иә. Сіздерге мынандай бір сайт көрсетейін, өзімнің жеке сайтым. Ағай, биологта бар. Биологтарда бар ма? Болды, бола берсін, еш нәрседе жоқ. Так, мен экран көрініп тұр ғой да сіздерге қазір? Көрініп тұр. 10 минутта сайын деді. Мынау химиктерге арнайы ашылған сайт, құрметті химик әріптестер. Бұл түгелмен ішіндегі материалдардың бәрі тегін алып пайдаланып көре бересіздер бұл жерде.
Енді мынау 7-8-9 сыныптарға байланысты материалдар ақырындап салынып жатыр. Мына жерге қарасаңыздар химия материалдар деген бар. Соны басып кірсеңіздер, презентациялары бар, тапсырмалары бар, қосымша мәліметтер бар мына жерде. Мынаған қарасаңыздар, мына жерде ағылшын тіліндегі тапсырмалар бар, барлығы. Мына басына қарасаңыздар, бұл жерде no username, password Wilson дейді. Wilson деп паспорт жазсаңыздар болды, ары қарай осының ішіне материалдарды ала бересіздер. Бұның ішінде көптеген әртүрлі PDF болсын, жаңа PPT болсын, немесе видео болсын, біраз материалдарды осы жерден ала аласыздар. Бірақ енді ағылшын тілінде бұлардың бәрі. Ары қарай өзіңіз аударып, ары қарай жұмыс жасай беруге болатын дүние. Бұған қалай кіреміз? Нұргелді? Сайт. Просто сайт chemistry.kz деген болды. Қандай? Қайталап жіберіңізші ағайды, естімей қалдық. Апайлар ана жерде тұр ғой, chemistry деп кірген кезде. chemistry.kz деген сайт әріптестерім жерде. Міне. Қазір бұның да ссылкасын жібере салайын сіздерге. Жіберіңізші ағай. Копировать етіп, WhatsApp-қа жіберіңіздер, әріптестер. Осыны ашасыздар, ашсаңыздар, мына жерде біраз материалдар салып қойғанбыз. Мынаны ашатын болсаңыздар, мына жерде не бар міне? Мынандай керемет видеолар бар. Бұны көп таппайсыздар. Осында Z-канал жұмыстарға арналған видеолар. Бұл да енді жалпы пизаға дайындайтын кезде осындай дүниелер керек болады. Өйткені қандай бір заттардың әрекеттесуін нақты сипаттау үшін осындай керемет видеолар керек болады да бізге. Мыналар өте жақсы көрсетеді. Көрдіңіздер ме? Тұнбаның түсіп атқанын өте бір жоғары сапамен көрсетеді. Енді мына жерде мен ноутбук виртуал зертханасымен түсірген видеоларым бар. Бірнеше онда салып қойдым. Кестелер, құрал жабдықтар, мынандай нелері бар, керекті дүниелер жасап. Ағай, сұрақ. Осы ноутбук зертханалық ненің сіз платный версиясын алдыңыз ба? Әзір ақылы болып кетті. Бұрын тегін еді, әзір ақылы болып кетті. Сіз қазір сол ақылысын пайдаланып жүрген жоқсыз ба? Сол ақылысын оформлять жасай алмай жүрмін. Жоқ. Сосын әріптестер арғы және де айтып жүрейін, мына жерде қызмет деген бөлімге кіретін болсаңыздар, ОБТ олимпиада қосымша деп қойдым. Жерге олимпиадаға дайындайтын болсаңыздар, әртүрлі кітаптар салып қойдым. 2-ші деңгейге арналған, 3-ші деңгейге арналған. Қазақстан ма? Бұлар? Иә, сосын мына жерге Ссылкасын жібере саласыз ба, ренжімесеңіз? жіберіп қойдым бәрін. Бәрін жіберіп қойдым. Осы жерден алып пайдалана берсеңіздер болады. Мысалы ОБТ-лар бар мына жерде. Алғашқы ұғымдары байланысты тест тапсырып көруге болады. Электронды тесттер жасап қойдық осы жерден. Өздері оқушылар тапсырып, ары қарай өз білімдерін сынап көре алатын болады. Мысалы модо бар ғой бізде. Модоның біраз тесттерін салып қойдым. Пизан сұрақтарын әлі салғам жоқ бұл жерге. Мына жерге ОБТ-ған бірнеше вариант әлі енді біраз дүниелер жасалынып алды да. Кешіріңіз ағай. Сіз осы қазір Chemistry деген сайт платный ма или бесплатный ма? Бесплатный, бәрі тегін. Тек химия мұғалімдері үшін жасап қойдым оны. Бәрі тегін. Ағай, осының ссылкасын жіберіңізші. Жіберіп қойдым. Талдау ғана тұр ғой, үшеуі отыр ма? Жіберіп қойдым. Chemistry KZ деген тұр сол жерде. Ақырын ашсаңыздар бар сол жерде. Қай жаққа жібердіңіз ссылка? Осы Zoom-ның несіне жібердім? Чатқа, Zoom-ның чатқа. Талдауды жібердіңіз, мынаны жіберген жоқсыз ағай. Жібердім. Chemistry KZ көріп тұрсыздар ма? Chemistry деп Картинаны қалай көшіріп алғанбыз? Көріліп тұр ғой, чат дегеннен басасыздар ғой. Сол жерден қарасаңыздар, сол жерге бәрін жіберіп қойдым. Копировать етесіз да, WhatsApp-тарыңызға жіберіп алсаңыз болады. Дұрыс айтасыз. Және басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Біздің Zoom-ның уақыты аяқталып келе жатыр. Бүгін сіздерге айтайын деген, сіздермен бөлісейін деген нәрсе осы. Сондықтан енді әріптестер, алдымен ChatGPT-ді реттеуден бастаңыздар. Chemistry KZ дегенде ма? Ағай, сіздің үшін ғана жазып жатырмыз. Бірақ ссылкасын жіберген жоқ, сол ғой апайларын сұрап жатырған. Олимпиадаға дайындауға болады деген, оны қай жерден көруге болады, соны мен естімей қалдым. Жаңа айтты ғой, қызмет деген жерге кіресіз. Қайтадан жібердім сайт. Ол олимпиадаға дайындауға да сол жерде ма? Соның ішінде әріптестер, мынау Chemistry KZ-ге кірсеңіздер, бірінші рет осылай ашылады. Сол ішінде мына қызмет деген бөлім бар. Басасыздар. Бассаңыздар, олимпиада деген бөлім тұрады міне. Соны бассаңыздар, мына жерде бар міне. Бірінші деңгейлі кітаптар, екінші деңгейлі кітап. Енді бұның бәрі енді өзімізде аралап жүрген кітаптар ғой, солардың бәрін жинақтап осы жерге қойып қойдым.
Бәрімізде бар шығар енді, барлықтарыңызда енді. Бірақ сол жерде бір мынау енді российский олимпиадалардың үстінен бассаңыздар болды. Осы олимпиададан тікелей сұрақтарына енесіздер. Оны да интернеттен іздеп отырмайсыздар міне. Мынау өзіміздің Бейонт олимпиада, мына республиканский олимпиада неше жылға берген нелердің бәрі осының ішінде. Мынау кәдімгі жасөспірімдер олимпиадасы, оның жалпы материалдары тура осының ішінде бар. Енді оны ары бері іздемесін деп осы жердің бәріне жинақтап, соның ссылкасын жасап қойған. Жарайды ағай, рахмет. Көп. Мына қосымша бөліміне кіретін болсаңыздар, химия пәнін оқытуға керекті бүткіл интернет ресурстарының жалпы ссылкаларын жасап қойдым. Осы жерден виртуалды лабораторияны да, тапсырма жасайтын құралды да, ойын жасайтын түгел материалдардың бәрін осы жерден таба аласыздар. Сотовый номеріңізді жазып қойсаңыз жақсы болады, енді чатқа керек нәрселерімізді сұрағанға деген. Сұрайтынға WhatsApp номеріңізді жазыңызшы. Кетті. Чатқа жібердім. Ағай, рахмет, көп материал алдық. Осы әріптестер басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Номеріңізді көрмей тұрмын мен. Жібердім чатта. Ағай, сізден сообщение келмей жатыр. Соңғы нең жіберілгеніңіз көрінбей тұр бізге. Неге? Чатта бар ғой. Келмеді осының. Нөміріңіз жазады қыздар, бірақ сізге келмей жатыр. Номерін таппай отырмын. Сізде де мүмкін интернет болып тұрған шығар, да? Басқа жазғанда рахмет ағай дегендеріңіз келіп жатыр. Көрінбей тұр. Қаз, бір минут онда. Ағай, мен жаңа айттым ғой сізге. Барлығымызға көрінбей келген жоқ әлі. Енді барды ма? Енді барды. Айып етпеңіздер, енді түсіндім, кетті. Рахмет ағай, пайдалы зум болды. Айып етпеңіздер, енді түсіндім. Мен тек Жанар деген апайға жіберіп жатыр екен ғой, личкаға. Мына жерде групповой чатқа жібермеген екен мұнда. Енді барған шығар, жаңа айтқаным сол ғой, ағай. Рахмет. Мен сізді ескермеппін, айып етпеңіз. Көп рахмет, жақсы. Қалай WhatsAppқа көшіріп ала аламыз? Үстінен басасыз, копировать текст дейсіз. Сосын кейін апарып қоясыз. Болды. Копировать текст деймін, қайда? WhatsAppқа жіберем ба? WhatsAppқа өзіңіздің бір группаңыз бар шығар, личный, соған қойып аласыз. Просто бірге сообщение арқылы жазып. Жақсы, әріптестер, біздің уақытымыз, зум уақыты аяқталды. Барлықтарыңызға пайдалы білім болсын. Алдымыздағы отырған оқушыларымыздың бәрі гений болсын. Көп рахмет. Біздің немізден шығатындай оқушылар болсын. Рахмет. Аман болыңыздар. Айтасаңызшы. Рахмет, тау болыңыздар. Ағай, айтасаңызшы, биологиядан болмай ма? Білмеймін. Болып қалатын шығар. Биологтарға кіріңдер дегеннен биологта отырыңыз ғой. Енді болу керек алдыда. Мен қазір көре салайыншы биологтарға дегенді. Ертең бар екен ғой биология. Бүгін емес қой, қазір бітті ғой. Ертең болады. Қазір бітті. Все, рахмет. Жақсы, аман болыңыздар. Пайдалы сабақ болды. Рахмет.